Ілияс Жансүгіров 1894 жылы 5 мамырда Ақсу ауданы Алматы облысында дүниеге келген. Қазақ ақыны, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері. Алғашында өз әкесінен, ауыл молдаларынан сауат ашқан. Ілияс Жансүгіров 1937-1938 жылдары саяси қуғын-сүргін құрбаны болады. Қазақ даласы. Бұл жерде әр тастың өз тарихы, әр желдің өз әні бар. Бірақ ешбір жыр Ілияс Жансүгіровтің құлагеріндей қазақтың сай-сүйегін сырқыратқан емес. Бұл тек тұлпар туралы хикая емес. Бұл сұлулық пен зұлымдықтың, өнер мен іштарлықтың мәңгілік майданы. Ақан сері, арқаның аркелкі еркесі, оның жанының жартысы, абыройының тірегі құлагер еді. Ол желмен жарысқан, жүйрік, құс болып ұшқан қанат. Оның дүбірі даланы оятып, оның келбеті талайды тамсандырған. Сағынайдың асы, жарты әлем жиналған ұлы жиын. Бір жағында адал ниет, екінші жағында қара ниеттің көлеңкесі. Батыраш, көре алмаушылықтың күйесіне күйген жан. Оның көзінде қызғаныш, ойында қылмыс. Құлагер келсе, менің мерейім түседі деген қорқыныш оны ең ауыр күнәға итермеледі. Құлагер шауып келеді. Ол алда, оның соңында шаң, аузында көбік, жүрегінде иесіне деген адалдық. Ол өлімнің өкшелеп тұрғанын білмеді. Ол өзінің соңғы бәйгесіне шауып бара жатқанын сезбеді. Соққы, түн ішіндегі қара балқыш және бір сәттегі тыныштық. Пай-пай құлагерім, деп еңіреді ақын. Сол сәтте ақанның ғана емес, бүкіл арқаның белі бүгілді. Құлагердің қазасы, еркіндіктің қазасы еді. Бұл поэмада Ілияс Жансүгіров тек атты жоқтаған жоқ. Ол қазақ өнерінің тағдырын, аяқтан шалған қиянатты, оққа ұшқан ақындық рухты жазды. Неге зұлымдық сұлулықты өлтіргісі келеді? Неге жүйріктердің жолы әрқашан тар? Бұл сұрақтардың жауабы Ілиястың әр жолында, әр шумағында. Бұл поэманы оқу өз тарихының ең мұңды бетін парақтау. Оны оқымау өз рухыңнан айырылумен тең. Құлагер әлі шауып келеді. Біздің жадымызда, біздің жүрегімізде. Ілиястың аманатын аш, құлагерді оқы.